шайыңды ішіп ал. Туф, мама, неге ерте оятып алдыңыз? Сабағым түстен соң ба? Жарайды енді ботам. Бірге отырып шай ішіп дегенім ғой. Сен сабаққа барасың ба деп келіп отырамын. Жақсылап шайыңды ішіп ал. Жаным, қалайсың? Сені сағындым. Жаным, қалайсың? Сен сағынып отыр. Сен де бір қанат деп қоймадың ғой. Сол бір жұмбақ адам болып кетсің. Жақсы жолдастар бар ма екен? Ой, достары көп. Анамның адамдармен араласпайды. Ой, да ладно. Ешкімай бір жақсы жігіт кездесіп, өзімен өзі бір отау болып. Бақытты болса сол ғой, маған керек. Қайдан таң атқаннан кеш батқанға дейін осы бір телефон шұқылайтып отырады. Білмеймін өзі. Не қылған бала айтып түсіндіре алмайсың. Салам алейкум, Ернар. Жатам. Хабарласпай кеттіңдер ғой. Не жаңалық бар? Қашан келдің Египеттен? Салам алейкум, братан. Шүкір, жақсы, өзің қалайсың. Мен алдыңғы білім айтпақшы, не ғой? Қана, осы жол маған бастықтар 4-5 қыздай тапсырып еді, сол не отыр? Ой, сен қыздардан қиналмашы. Білесің ғой менің бір күнім қыздарсыз өтпейді. Сен одан да маған олардың жасы примерно нешеде болу керек екенін айтшы. Жасы примерно 25-тен аспау керек қой негізі. Жас қыздар ғой. Сенде фотолар бар ма? Жіберші маған. Жаным, сен неге мен сағындырып телефонды алмайсың мен звондаған кезде? Оның үстіне WhatsApp-ын қосылып тұрады үнемі. Әлде сөйлесетін басқа жігітің бар ма? Қойшы жаным, сенен басқа кіммен сөйлесем? Рас па? Иә. Мен саған үнемі жаза беруге ыңғайсызданамын. Сен мен неге көп іздемейсің? Мен жаным, білесің ғой мен жұмысым көп, қолым көп боса бермейді. Алло, анша қайда жүрсің? Сен мама жына маған звондады. Мен айттым, біз біргеміз, сен әжетханада қазір звондайды дедім. Саған, мамам саған хабарласты ма не? Рахмет, мені құтқардың сен. Ой, сен де бір жарайды оны, давай. Аңсаған? Сен қайда жүрсің? Қайда жүрсің сен? Сабақ жаңа бітті ма? Телефонға неше рет қоңырау шалдың ғой. Қасына көтермей сен мені жындандыратын шығарсың, а? Мам, сабақ әртүрлі бітеді ғой әр кезде. Дайындалдық сабаққа. Кішкентай бала емеспін ғой? Бағанадан бері қанша рет звондап жатырмын, адам жындандыратын шығарсың осы сен. Сіз звондаған кезде мен әжетханада болғам. Негізі аңсаған сұлу қыз екен. Бірақ аңқау. Анау қасындағы Әмина қайда? Пысықтау екен. Ол қызбен қатты жақын сөйлесіп қажет жоқ ау. Аңсаған сұлу. Аңсаған сұлу. Аңсаған үйде тек жалғыз ғана анасы бар. Әкесі ерте қайтыс болған. Жалғыз қыз. Ана Аминаны бірінші рет көреміз. Танымаймын. Келдіңдер ме? Қалдарың қалай, қалайсыңдар? Бірге жүріп келсіңдер ғой. Неге кешіктіңдер жандарым осы? Сабақтарың кеш бітті ма?
Иә. Сізге хабарлап айтайын деген ғой хабарласып. Телефон батарейкасы таусылып қалды. Бағанадан уайымдап қайда жүр деп кеш қалды ғой деп. Уайымдамаңыз. Емтихан уақыты жақындап қалды, сол кітапханада дайындалып уақытқа дейін. Жаным сол, дұрыс қой, сендердің басты міндеттерің жақсылап сабақ оқып, емтихандарын жақсылап тапсыру. Жүр, шешіндер, үйге кіріңдер. Дала суық шығар, тоңып қалдыңдар ма? Көмектесеңші, енді аяғың іліп жүрсеңші. Кіре қойыңдар. Жарайды, өзің жинай қоямын. Жүрлер, мантым. Сабаққа ма? Бүгін қанша пар болады? 4 пар болады. Сен қанша пар болатыныңды ұмытып қапсың ғой. Жүр, сабаққа барайық. Мүлдем сабаққа барғым келіп тұрған жоқ. Қанат Ернардың қасына мен жұмыс қаламын деген. Қандай жұмыс тағы да? Экзамен не болады? Мен әлі айтқан жоқпын. Қанат емтиханның барлығын өзім көмектесемін дейді. Сонда қалай көмектеспекші? Білмеймін, бірдеме қылдырып жауап берем деді. Енді алғашқы айлығымды алған соң мамама берем. Сол кезде көнетін шығар мамам. Сен маған сәттілік тілейсің ғой, солай ма? Ой, сен де бір. Жарайды онда. Давай. Мам, жүріңіз шай ішейік. Қызым, сен не бүгін ерте тұрғансың ба? Иә. Жаным сол, шай дайлап қойыпсың ғой. Мам, сіз шаршап жүрсіз ғой, мынау менің оқуымда сіз шаршатты әбден. Осы оқуымды бітірейінші, жақсы бір жұмысқа тұрам. Уәде берем сізге. Жұмыс не? Қайдағы жұмыс? Саған ешқандай да жұмыстың қажеті жоқ. Жақсылап оқу керек. Осы оқып түскен оқуыңды жақсылап тәмамдау керексің. Жұмыс туралы маған енді айтушы болма, жүре ме? Оңнан қара. Мына көйлекті қарашы. Әдемі е? Иә. Түсі жақсы екен, ә? Иә. Жаңадан шыққан. Түсі де маған келеді, әдемі, ә? Әдемі түсі екен. Бірақ, мам, менің барлық группаластарым жұмыс істеп жүр ғой. Әрі сабақ оқиды, әрі жұмыс істейді. Бәрін үлгеріп жатыр. Мен қай жерім кем олардан? Қызым, екіншілай маған жұмыс деп маған айтушы болма. Ешқандай жұмыс істемейсің. Мен сен үшін еңбек етіп жатқан жоқпын ба? Сен достарынан қалмасын деп, солар сияқты киінсін деп, сен үшін ақша тауып, сен үшін барым салып жатқан жоқпын ба?
жұмыс деп. Асықпа, жұмыс істейсің. Жұмыс істеу үшін ең бірінші жақсылап оқып ал, осы жақсылап өзің бар күшіңмен түскен оқуыңды тамамда, содан кейін жұмыс табылады. Мен сол үшін еңбек етіп жатқан жоқпын ба, қызым-ау? Осы барым сен үшін ғана ғой. Әкеңнің арманы осы оқуын жақсылап тамамдаса деген. Жақсылап тамамда, содан кейін жұмысқа шығасың. Асықпа. Бірақ екіншілаймаған, қызым. Жұмыс деген әңгімені айтушы болма. Түсінікті ма? Жұмыс деген. Оңай нәрсе сияқты жұмыс деген. Сәлем, жан. Сәлем. Ой, сәлем. Сен көрем деп ойламаппын. Иә. Мен сені сағынғасын. Асығып келдім, жан. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Мама жұмыс туралы айтып едім. Бір кішкене ой тастап көріп едім, мамам қарсы болды. Не істейтінін білмей тұрмын мен. Жарайды, жақсы іс етпе, соған бұл жан көңіл күйін түсірмеші. Біз одан да жұмыс бастай берейік. Қалғанын өзіміз бірдеңе қыламыз. Жақсы ма? Жарайды. Жақсы. Кетіп па студияға? Сен ғашығыңды айтам. Кәдімгідей суретке түсудің шебері болады ғой. Ең жоспар бойынша жалаңаш түсіру керек. Сен маған көндіре аласың ба? Көндірмегенде ше. Ол мен ашсам алақанымды жұмсап жұдырығым да. Оның жас жүйеге тек қана мен деп соғады ереке. Так что уайымдама. Қалай да болса көндіру керек оны. Сосын оны студияда емес, пәтерге барып түсіру керек. Пәтерге? Жақсы. Ереке, сен ана түсірген суреттерді ана жаққа жіберіп жүрсің бе? Ана Айданың Сабираның суреттерін жібердің бе? Иә, жібердім. Аңсағандықын қалай, қашан жібереміз?
Жаным, Ау. маған бір көйлегін алып саған суретін жүретін қалай екен? Иә, жаным, ұнады маған. Саған ұнаса болды ғой. Жаным, не ғой, мен асығып тұрмын. Жарайды онда. Сен ар жақтағы шаруаларыңды бітіргеннен кейін Асқарова көшесі 122 үйге бара берші, иә? Сол жерде суретке түсуді бастаймыз. Мен кейінірек келем. Жақсы ма? Жарайды. Аха, жақсы онда. Саламатсыз ба? Қалың қалай Амина? Жақсы, сіздің қалыңыз қалай? Жақсы. Келе ғой. Сабақ қалай? Жақсы, жақсы. Бәрі жақсы. Аха, жақсы. Ансаған үйде ма? Ансаған үйде ма? Жоқ, ол үйде жоқ. Сендер не, бірге емессіңдер ме? Жоқ, мен сабақтан сұранғанмын бір аптаға ректораттан. Сіздің үйіңіздің қасыңыздан өтіп бара жатып соға салайын дегенім ғой. Қазір кеп қалатын шығарың саған. Келгенде жүр екенбіз жақсылап бір шай ішіп Жоқ, апай, мен кете берейін. Жоқ, келген сумкаңды қой жақсылап. Кәне сумкаңды қой. Шешіне мен қазір әдемілеп отырып екенбіз шай ішейік, жарайды ма? Қызық. Бұл қыз қайда жүр екен? Енді қайдан табамын? Оқудан да шығып кетті. Телефонын да алмайды. Ертең аңсағанға бір жағдай болып қалса, анасына не деп жауап беремін? Амина? Аха, қазір кел жатырмын. Міне, кел ғой. Аха, қазір. Сен аңсағанға тұрмысқа шығу жөнінде ұсыныс жасадың ба? Әрине. Той көйлегін іздеп жүр ол уже. Ал ол осы келіп қалу керек уже осы жақын арада. Ал сен айтқан пәтерге бұйырса бүгін кешке барамыз. Мынаны қара. Аңсағандікі ма не? Аңсағандікі. Алдында аңсағанды білдіртпей ғана 3-4 суретке түсіріп алған ғой. Жігіттерге берген дайындап қойып тұр. Сенің тездігіңе таңғаламын. Ерке, бірақ мен оған аяқ астынан Египетке жұмыс істеуге барасың деп қалай айтам? Ереке. Не қаны? Басты алдырмашы. Мен саған алдында бердім, мен саған уақытты. Ертең аңсаған құшу керек. Жақсы. Сәлем жігіттер, мен Сәлем жоқ. Отыра берші. Сәлем. Екеуің маған айтпай, үйленіп алғансыңдар. Ереке, сен біздің тойымыздың ең құрметті қонағы боласың. Бол. Айтпақшы, саған тосын сыйым бар. Қандай? Мынау саған. Паспорт? Бұл не үшін? Жан, Ернар бізге осы той алдында қыдырыстап қайтсын деп Египетке отып мінекей осындай сыйға тартты. Ереке, солай емес пе? Қандай күшті, мен шетелде бірде бір рет болып көрмегем. Енді боласың, паспортың бар. Иә. Қорықпай ақ тұр. Жаным, мені мама жібере ма? Мамам уайымдамашы, мамаңның алдында бүгін кешке өтеміз. Ал құжаттарды, визаны Ерекең өзі қатырады. Солай емес пе, Ереке? Иә. Амина, саған көп рахмет. Сен келіп айтпасаң, мен ештеңені білмей жүре берді екен. Саған рахмет. Мен оны сабақ оқып жүр десем. Не істеген?
Мен сен шашып отырсыңдар ма? Сәлем. Сәлем, Амина. Не істеп отырсың? Сен телефон көтермегенсің, үйіне іздеп келдім. Телефоным өшіп қалған ғой. Мам, көңілсіз ғой, не болды сізге? Бәрі дұрыс па? Ештеңе де дұрыс емес. Маған дұрыс па дейді ғой. Сен не істеп жүрсің, а? Сен не істеп жүрсің? Сен оқудан да шығып қалдысың ғой. Мына Амина болмаса мен ештеңе де білмеуші едім. Осы маған көзімді ашып берген. Ай, масқара ғой, мына масқара ғой, мына ойбай-ай. Не істедің сен, Құдай-ай? Ай. Амина, жоқ, неге айтасың сен, а? Өзім айтар едім ғой. Амина келіп маған бәрін айтып бермей жатыр ғой, мен ештеңе де білмей жүрмін дейді ғой. Мама, кешірші, мен саған бәрін айтайын дегем. Мам, бәрін сізге айтқым келген бәрін. Ретін таппай жүрдім. Мам, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Ана болды, уайымдамаңызшы. Бәрі дұрыс болады. Ақымақ қызым. Сен бірдеңе бүлдірген сияқтысың ғой. Қазір ана шәтік келсін. Сосын бәрінің қанығын тексеріп сұрап алам. Қызым-ау, сен мені қара бет қылдың ғой. Ана туған туысқанға қай бетімізбен қараймыз? Әке. Әкеңе сөз бердім ғой. Сені дұрыстап тәрбиелеп, дұрыстап өсіріп айтып едім. Саламатсыз ба? Ұлттық қауіпсіздік қызметкері Жасұлан Байғараев. Аңсаңыз боласыз ба? Иә, мен. Сіздің бізбен жүруіңізге тура келеді. Неге? Сіз Қанат Ерна деген жерде танисыз ба? Саламатсыз ба, балам? Жасұлан Байғараев ұлттық қауіпсіздік комитеті.
Бүгін ірі топ тастадық, адам саудасымен айналысып жүрген. Сол кісілердің қалтасында сіздің қызыңыздың құжаттары жүр. Сол себептен қызыңыз бізбен баруға тура келеді. Жүріңіз.